жекпе-жектен кейін міндетті түрде талқылаймыз. Ары қарай не шешім қабылдайтынымызды. Бір сұрақ, сіздер реваншты қалайсыздар ма? Қаяқтағы реванш қазір. Главный претендент тұр ғой мына жақта. Уже екінші бой қызық емес мына сендердің. Серьезно. Жастарға орын беріңдер, либо кетіңдер, короче, жігіттер. Рамой. Чот сен сәл басқаша түсініп біздің жекпе-жек ондай емес. Қалай айтсам болады? О, нормально төмен келіп сөйлей бер, мен білем ғой. Ондай тема. Ал сен біздің жекпе-жектер білесің, менің жекпе-жектерін білесің. Қайдағы жекпе-жек емес. Лига айтады, күтесің. Шық дейді, шығасың, дұрыс па? Сондай болады. Бұл жерде жаңа трэш-ток керек емес. Оны біліп тұрсың ғой, Ернар, дұрыс па? Я, сен любезно кел. Спорттық интереспен кел, бауыр. Я, спорттық интереспен кел. Спорттық интереспен кел, бауырым, конечно. Білесің ғой, жекпе-жек. Я, білмеймін, қайдағы жекпе-жек, ондай. Жоқ, сендер айтып жатсыңдар, реванш деп жатсыңдар, түсіндің ма? Мен просто айтып жатырмын өзім. Претендентский бой, келесі бой. Мен сендер қайдағы деп жатқан жоқпын. Трэш-ток, ештеңе емес. Мен спортивный интереспен екеуіңді де танимын конкретно. Болды. Мен спортивный интереспен келіп тұрмын. Осылай. Қазір ана біз қазір шешіп кетіп жатса сен тағыдан томмен келіп сөйлеп жатсың да. Сен президентсің, біліп тұрмыз. Оны бәрі халықта көріп тұр. Шығуың керексің ба, шығасың, бауырым. Ал біз шығарса біз шығамыз.